Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай қызыл бархат тортын жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге бисквиттерді дайындау үшін ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алуымыз қажет. Ақ уыздарымызды шайқайтын ыдысымыз және де миксеріміздің насадкасы барлығы құрғақ болуы қажет. Бірде-бір су тамшысы немесе май болуға болмайды. Ең алдымен ақ уыздарымызға қантты бөліп сала отырып, осылай миксердің жай жылдамдығынан қатты жылдамдығына көтере отырып, жақсылап көпіршітіп, миксерлеп алатын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, маған қолдау көрсетіп, және де лүпіл басып, өзіңіздің ойларыңызды комментария бөлімінде қалдыруыңызға болады. Ақ уыздарымызды осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде миксерлеп болған кезде ақ уыздарымыз төңкерген кезде құлап кетпейтіндей қатты қалпын ұстап тұру керек. Сол кезде біздің ақ уыздарымыз дайын болды деген сөзді білдіреді. Осылай миксерлеп барлығын жақсылап жасап болғаннан кейін біз сары уыздарымызды бөлек ыдыста миксерлеп алатын боламыз. Сары уыздарымыздың үстіне қалған қантымызды салып, бисквитті жақсылап дайындауға кірісеміз. Міне біздің ақ уыздарымыз дайын болды. Енді сары уыздармен жұмыс істеуге кірісеміз. Осылай видеода көрсетілгендей жұмыртқамыздың сарысының үстіне қантымызды саламыз және жақсылап араластырып аламыз. Барлығын видеодағыдай жасасаңыздар және де мен көрсеткен мөлшер бойынша қосатын болсаңыз, бисквитіңіз өте көтеріліп, әдемі болып, бір жасағаннан-ақ сіздің қолыңыздан келетін болады. Міндетті түрде таразыны қолданыңыздар. Көз мөлшерімен өлшеу деген дүние болмайды. Міне сары уызымыз осылай көпіршіді. Енді осы сары уызымыздың үстіне ақ уызымызды осындай күрекшенің көмегімен саламыз. Енді миксерді қолдануға болмайды. Себебі миксерді қолдансаңыз, сіздің ақ уыздарыңыз басылып, бисквиттеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай күрекшенің көмегімен астыңғы бөлігінен үстіңгі бөлігіне қарай видеода көрсетілгендей жақсылап араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа електен өткен ұнымызды, қопсытқышты және де мен қызыл бояғышты салып араластырып алдым. Енді осыны біздің сұйық массамыздың үстінен тағы да електен өткізіп, бөліп салатын боламыз. 2 немесе 3 бөлікке бөліп, ұнды салғандарыңыз дұрыс. Және видеода көрсетілгендей тағы да астынан үстіне қаратып, жақсылап араластырамыз. Бізде қамырларымыз түйіршік болып қалмауы қажет. Сонда бисквит жақсы көтеріліп, әдемі болып пісетін болады. Кішкене үлкенде ыдысты қолданғандарыңыз дұрыс, әйтпесе менің секілді міне сыймай қалуы мүмкін. Себебі бисквитім өте көтеріліп, пышный дейді, воздушный болып тұр қамырым. Сонда жақсылы арасы пісетін болады. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді өзіңіз қалаған формаға салып пісіруіңізге болады. Мендегі форманың көлемі 22 сантиметрлік форманы алдым. Соған салып бисквитімді пісіріп алатын боламын. Форманың астына міндетті түрде қағазымызды төсеуіміз қажет, себебі бисквиттің асты жабысып қалмауы керек. Ал форманың жан-жағына ешқандай май жағудың қажеті жоқ. Май жақсаңыздар, бисквиттеріңіз майға жабысып, дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай барлығын салып аламыз, бетін тегістеп, қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Пешімізді міндетті түрде 10 минут бұрын қыздырып қойыңыздар. Пешіміз қызғаннан кейін ғана бисквитті салатын боламыз. Осылай күрекшенің көмегімен жақсылап барлық шетіндегі қамырларды салып алдым формаға. Бисквитімізді енді пешімізге салып пісіретін боламыз. Пісу барысында бисквит осылай биік болып көтеріледі.
Және піскенін қалай тексереміз? Ол үшін таяқшаны осылай ортасына саламыз. Егер таяқшамыз құрғақ шығатын болса, демек бисквитіміз піскен деген сөз. Бисквит піскен кезде пешімізден дереу шығармаймыз. Пештің үстінде аузын кішкене 5 сантиметрдей ашып қойып, 5 минуттай ішінде суытып аламыз. Егер бірден шығарсақ, біздің бисквитіміз басылып қалуы мүмкін. Осылай толықтай суыған бисквиттің жан-жағын пышақпен бірінші кесіп шығамыз, формадан ажыратып, себебі жабысып қалуы мүмкін, ал ашқан кезде бізде бисквитті бөліп жіберуі мүмкін. Содан кейін осылай формадан шығарамыз, және де толықтай тағы да суыға қалдырсақ болады. Міне бисквит осындай болып көтеріліп шықты. Биіктігі 5-6 сантиметр биіктікте шығады. Енді біз тортымызға арналған кремді дайындайтын боламыз. Ол үшін салқын кілегейіміздің үстінен қаймағымызды және қант ұнтағын салып, миксердің жай жылдамдығынан жоғарғы жылдамдыққа дейін қозғап араластырып, кремді дайындап аламыз. Тортымыз тегіс, әдемі шығу үшін осылай бисквиттің жоғарғы бөлігін мен пышақпен кесіп алып тастаймын, және бисквитті қазір теңдей 2 бөлікке бөлетін боламыз. Осылай бисквитімізді теңдей 2 бөлікке бөліп алдым. Енді бисквитімізді қазір сыртынан тортқа арналған кольцоны кигізіп, арасына кремдерімізді жағатын боламын. Егер сізде кольцо болмаса, жай ғана торттың арасына кремдерді жағып жасай берсеңіз болады. Осылай көз мөлшерімен кремдерді жағып шығамын. Көп крем жақсаңыз, әрине тортыңыз өте дәмді әрі әдемі болып шығады. Өз қалауыңыз бойынша кремді жақсаңыз болады. Үстінен осылай екінші бисквитімізді қойып, тағы да кремдерді жағып шығамыз. Кремдердің барлығын жағып болғаннан кейін тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып алуға болады. Егер асығыс болсаңыз, сол кездің өзінде қонақтарыңызға ұсынуға болады. Себебі тортымыз өте жұмсақ және сол мезеттің өзінде жеуге дайын болып тұрады. Осылай кремдерді толығымен жағып шықтым. Енді тортымды тоңазытқышқа 1 сағатқа жіберетін боламын. Тортым тоңазытқышта 1 сағат тұрды. Енді осылай пышақтың көмегімен бірінші жан-жағын кесіп шығамыз. Себебі біздің кольцомызға креммен жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай кесіп болғаннан кейін енді тортыңыздың бетін өзіңіздің қалауыңыз бойынша сәндесеңіз болады. Мен осындай мандариндердің көмегімен әрлеп шықтым және қонақтарыма осы қалпында ұсынатын боламын. Егер сіз қаласаңыз, кремді жан-жағына жағып әсемдесеңіз болады, бірақ мен осылай қалғанын қаладым. Міне тортымыз осындай болып шықты. Енді қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте нәзік, өте жұмсақ торт болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Менің келесі видеоларымда кездескенше аман есен болыңыздар.